Bugün Kızılgan sertifikatı buluştuğuna Ulu Dağların tanrı terim tanıtımı Santa Sınıf şişesi boyunlaşmadan Aserte Kara Doğmaz Dertleri Yeni Kutlu Kurumda Peki, Yolduray, Gelecek Yokluğu Seni suyemim suyem.
Құрметті өнер халайық, жуырда ғана Қазақстанның рухани мәдени және тарихи орталығы мәртебесіне ие болған қасиетті де келе шаһар Түркістанға қош келдіңіздер. Бүгінгі күн біз үшін ерекше күн болғалы тұр. Ауданымызға жайғасқан Түркістан қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі қазақ халқының рухани әлемдегі ең асыл қазыналардың бірі. Келі домбыраны дәріптеп, өз өнерін паш ететін домбыра дастаны атты қорытынды сабағымызға жиналып отыр. Бүгін Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары ұлы даланың тамыры терең тарихы мен сан ғасырлық шежіресін бойына жинаған ұлттық өнерімізді дәріптеу жолында Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы барлық филиалдарының 7-ші сынып оқушылары үшін 2024-2025 оқу жылында НАС программ білім беру бағдарламасына сәйкес домбыра міндетті сабақ ретінде жоспарға енгізілді. Сондай-ақ Назарбаев зияткерлік мектептерінің 8-ші сынып, 9-ші сынып, 10-ші сынып оқушылары үшін домбырада ойнау арнайы үйірме сабақтары арқылы ұйымдастырылған. Бұл сабақтардың мақсаты зияткерлік мектептердің ең ауқымды жобаларының бірі 100 күйдің тарихы жобасының мақсаты домбыраның қасиетті үнін жаңғырту, халықтық және авторлық күйлерді оқушылар арасында насихаттау және ұлттық рухты көтеру. Түркістан НАС мектеп қауымдастығы биыл да дәстүрден танбай, домбыра дастан қорытынды сызбаған Қазақстанның рухани астанасы саналады. Түркістанды әлеммен байланыстырып отырған маңызды көлік торабы болып табылатын Түркістан халықаралық әуежайы ғимаратында өткізгенді жөн санады.
Құрметті қонақтар, ендеше бүгінгі ұйымдастырылып отырған Домбыра дастан атты қорытынды сабағымызға қош келдіңіздер. Аударыңызда ән қазағымсың. Домбыра ата-бабамыздың үні, халқымыздың жүрегінен шыққан, әуенді әлемге танытатын қасиетті аспап. Осы күмбірлеген күй арқылы біз еліміздің тарихы мен мәдениетіне деген құрметімізді білдіреміз. Ұлы домбыраның үні бүгін әр жүректі тебірентіп, ұлттық өнеріміздің асқақ рухын паш етеді. Бүгінгі шарамызда біз қазақтың қоңыр домбырасын күмбірлетіп, барша халыққа рухани күш сыйлаймыз. Бүгінгі іс-шарамызда нәр ағашы, келіншек, кеңес, тепеңкөп атты халық күйлері, күй атасы Құрбанғазы Сағырбайұлының балбырауын және Тұран этно-фольклорлық ансамблінің ер тұран туындылары орындалады. Қазақ күйі ұлы мұра, біздің халқымыздың жаны. Әрбір күйде бір дәуірдің тарихы жатыр. Әр әуенде халықтың қуанышы мен қайғысы шебер өрілген. Әрбір күйдің тарихы тереңде жатқан туынды. Мысал үшін, кеңес күйі ата-бабамыздың дәстүрлі өмірінде үлкен рөл атқарған кеңесу, яғни ақылдасу, ортақ мәселені шешу үрдісін бейнелейді. Ежелден қазақ халқы түрлі мәселелерді, қоғамдағы қиындықтарды ақсақалдардың басын қосып, кеңесіп шешетін болған.
сол кеңестің маңызды болған адамдар арасындағы ауызбіршілікті, қоғамның ішкі келісімін суреттейді. Кеңес күйі. Нәр ағашы, қазақ халқының ежелден бері келе жатқан күйлерінің бірі. Аңыз бойынша, ежелгі бір заманда ел арасында үлкен құрғақшылық болып, жұрт қатты қиналады. Шөлден мал қырылады, егін шықпай, жер жүдеп қалады. Осы ауыр кезеңде ел арасындағы бір абыз қасиетті әулие қарт түс көреді. Түсінде оған бір алып ағаш көрсетіліп, сол ағаштан нәр алып, тіршілік қайта жанданатыны айтылады. Бір күні ел шетінде бұрын соңды көрмеген ерекше ағаш пайда болады. Бұл ағашты халық нәр ағашы деп атап, оны қасиетті деп санайды. Нәр ағашы күйі. Келіншек күйі қазақ халқының кең таралған әсем лирикалық күйлерінің бірі. Бұл күйдің шол тарихы қазақтың тұрмыс тіршілігімен, салт дәстүрімен тығыз байланысты және жас келін өміріндегі ерекше сәттерін, оның нәзіктігі мен сұлулығын сипаттайды. Алдымызда келіншек күйі.
тарихи мифологиялық туынды. Ол тек музыкалық шығарма емес, сонымен бірге ұлттың рухани тарихи жадының көрінісі. Күй арқылы ерлік, адалдық, табиғат пен адам арасындағы байланыс секілді ұлы ұғымдар жеткізіледі. Бұл күйдің мазмұнында бәйгеден оза шапқан қасиетті қара жануардың батырға рух беретін, күш-жігер сыйлайтын ерекшелігі жайлы сипатталады. Ал тепен көк күйі. Баубұрауын қазақ халық композиторларының ішінде ерекше орны бар Құрманғазы Сағырбайұлының ең танымал күйлерінің бірі. Бұл күй тек музыкалық жағына ғана шығу тарихы мен рухани мән-мағынасы тұрғысынан да ерекше туынды. Күйдің аңызы бойынша бірнеше нұсқалары бар. Баубұрауын Құрманғазының жауға аттанар алдында немесе ерлікке бастар сәтте шабыттанып шығарған күй дегенде аңыз бар. Батырдың сол сәттердегі көңіл күйі ерекше күйге бөленіп, ішкі қуаты сыртқа домбыра үні арқылы төгіледі. Күйдің мазмұны сол сәттегі толқыныс, алға ұмтылу мен ерлік, жеңіске деген жігерді бейнелейді. Баубұрауын күйі.
Ертұран күйі қазақтың ерлік дәуірін, батырлар мен жауынгерлердің күресін, халықтың азаттығы үшін болған ұлы шайқастарды бейнелейді. Күйдің әуені тыңдаушыны көне замандарға жетелеп, батырлар жырының атмосферасына енгізеді. Шығармадағы сарын қазақ халқының тәуелсіздікке деген ұмтылысын, жауынгерлік рухын көрсетеді. Алдарыңызда Ертұран күйі. Көңілдерге жайлы болсын нұрлы күн, ынтымақтың шертсем деймін бір жырын, татулығын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін дей келе, мектебіміздің хореография үйірмесінің оқушыларын достық биімен қарсы алыңыздар.
үшін. Тарихтармен не қилы кезігесің, қағаз хатсыз тасыған үн арқылы өткендердің ұғамын шежіресін. Толғандан сау мұңға ішім кең күн, үніңмен бір бейнені мүсіндеймін. Домбыра, дүниеде өзің барда, жалғыздық бар дегенге түсінбеймін. Көрпе ғып туған жердің көк құрағын, арманның төк нөсерін, төк бұлағын, мен сенсіз адасып бір боз далада, шөлдеп келе жатқандай боп тұрамын. Құрметті қонақтар, бүгінгі домбыра үні сіздерге рухани қуат беріп, ата-бабаларымыздың бай мұрасын еске салды деп сенеміз. Қасиетті домбырадан төгілген, күмбірлеген күй әрбіріміздің жүрегімізде ұлы даламыздың даусын жаңғыртып, елге деген сүйіспеншілігімізді арттыра түскендігі сөзсіз. Осы орайда сіздерге зор денсаулық, бақ-береке, бейбіт өмір мен сарқылмас шабыт тілейміз. Әрқашан еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Қош, сау болыңыздар. Instrucção. Шара соңында мен сені сүйемін Қазақстан әні. Әлемде еші жоқ өзіңмен теңесер, тауларым, балаларым аспан мен теңесер, шығыстан батысқа салқын самал желесер. Қандай көркемдер, береке бірлігім шаттығым барында, тынығым көкіректің қайса шалымы, ойлансам жүргенде әжемнің алдында өзіңе еркелетіп
төгілген шуға бір уыс топырақ бұл емнің түрі қандай киелі бақытым байлығым отаным бұры оны ешкім өзгерте алмайды сірә бабалар қалдырған осынша мұң тек өзің ермін мен сені сүйемін 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 қазақстан мен сені сүйемін 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 қазақстан мен сені сүйемін 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 мен сені сүйемін 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 қазақстан 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 мен сені сүйемін сүйемін Іс-шара соңында Түркістан қаласы химия биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директор іс жөніндегі орынбасары Чучакбаева мен Бақытбекқызын сахна төріне шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті Түркістан қаласының тұрғындары, бүгінгі Түркістан қаласына қонақ болып келген барша азаматтар. Біз осы Түркістан халықаралық әуежайын кездейсоқ таңдаған жоқпыз, себебі рухани Астана болғалы бері бұдан бертін келе Түркістан қаласына тартылып, оның әсем, көркем жерлерін аралауға келген бүгінде туристер өте көп. Сондықтан да осы хабқа айналған стратегиялық маңызы бар мекенде бүгін Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларын жинап, жалпы осындай іс-шара өткізіп жатқан жайымыз бар. Негізінде әдетте домбыраны насихаттау бұл арнайы бір мерекелік кештерде өткізіліп жатса, бүгінде 26 мамыр, бұл ешқандай ұлттық күн емес, мереке емес, дегенмен ұлтжанды ұрпақты тәрбиелеу бұл мерекеге қарамастан жүзеге асады деп сенеміз. Сондықтан алдарыңызда отырған 70-ге жуық зияткерлік мектептің оқушылары жыл басынан бері міндетті болып табылатын сабақ кестесіне енгізілген домбыра сабағының нәтижесін көрсетіп жатыр. Шын жүректен осы әуежайдың басшылығына ешқандай кедергілерге қарамастан осы мекенді ұйымдастырып, рұқсат беріп өткізуге келіскендер үшін зор алғысымызды білдіреміз және осы шараны қолдап келген барша ата-аналар мен мектеп басшылығына да үлкен рахметімді айтамын. Негізгі рахмет осы оқушыларға, себебі оқушылар домбыраны тек бұйрық түрінде ғана тартпай, шын мәнінде сезініп, домбыра бұл болашақ ұрпағымыз үшін де, өзіміз үшін де үлкен мирас екендігін түсіне отыр. Барлықтарыңызға осы кешке куә болғандарыңыз үшін, бізбен болғандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз.